Бұл қазір уже 6 тіс, бірақ 8 тіске неге жарып қояды, по-моему. Достар, мына бүгін Жамбыл облысы Меркі ауданында жүрміз. Таратты тамашалауға келдік. Бағалап, пікір қалдырып отырамыз. Барлығы Жамбыл облысының Гисар, Арашан, асыл тұқымды қой ұстайтын азаматтар. Жалпақты бұл әлемеген оны өзімізден асыл тұқыма деп Бұл қанша түс енді? Маған келеді, мұнан қарашы. Мейрамханаға маған келіп бар. Қыздарға барып Негізі Абдулла Шариповтан алдық қой біз. Нұрлан ағасы бар, Ероқа деген. Сол екеуміз бірге барып ағамыз. Сол кезде бұл қазір уже 6 тіс, бірақ 8 тіске неге жарып қояды, по-моему. Бірақ жармауы да мүмкін енді бұралар дейді. Қой, мынау маған тише берді. Бұлан қанша салмақ енді қазір? Білмеймін, 200-ден азат деп ойлап отырмын. 2023-те 180 кезде бұндай емес еді. халықаралық көрмеде салмақпен бірінші орын алған болатын. 80 кезінде бұндай болған жоқ болшы. Аяғынан нелері бәрі сүйу жіңішке болады. Машалла, тамаша карат. Жуандады, ел өскен да. Екі тіске бірінші орын болып еді салмақпен. 4 тіске 180 кило берген. 4 тіспен бірінші орын алған болатын. Мынау сауықтары. Хозяин аты кім еді? Нұрлан хозяин.